Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай кішігірім сөмке тоқитын боламыз. Екі бөліктен тұрады. Кіші бөлігіне ақша не карточкаларыңызды сақтасаңыздар болады, және ұялы телефонға арналған бөлік. Өзі өте ыңғайлы, кішкентай, көлемі де үлкен емес. Егер жіптің қалыңдығын өзгертетін болсаңыздар, сөмкенің көлемі де ұлғая түседі. Соны ескере кетіңіздер. Егер қызық болса, менімен бірге осындай сөмке тоқуға шақырамын. Ең алдымен жібімізге сәйкес ілмекбізді алып, 113 ілмектен тұратын шынжыр тоқуымыз керек. Бірінші бекітіп алдық жібімізді. Енді ары қарай 113 ілмек тоқуымыз керек. Мінеки 113 ілмегімді тоқып алдым. Енді осыдан кейін бір бос ілмек тоқимын. Енді ілмекбізден кейінгі екінші ілмектің артындағы байқасаңыздар қабырғасынан, мінеки шынжырдың артындағы қабырғасынан осылай ең алғашқы бағанымызды тоқимыз. Мінеки мұқият болыңыздар, артындағы қабырғасынан алып тоқимыз. Мінеки осылай 113 баған тоқуымыз керек. Мінеки астында да, үстінде де бірдей узор шығу керек. Соңына дейін тоқып шығамыз. Мінеки соңғы ілмек 113-ші. Осымен бірінші қатар аяқталды. Екінші қатарымызда бір бос ілмек тоқып, тоқуымызды айналдырамыз. Мінеки осылай екі қабырғасын іле отырып, осындай байланыс ілмегін тоқимыз. Екі қабырғаны іле отыра, байланыс ілмегін соңына дейін тоқып шығамыз. Соңына дейін тоқып шығамыз. Соңғы ілмек. Екінші қатарымыз аяқталды. Келесі үшінші қатар. 3 бос ілмек тоқимыз. Енді қараңыздар. Мінеки екінші ілмектің артқы қабырғасынан бір ілмек аламыз. Екінші. Мінеки мынау тоқылғанның бір қабырғасынан, бергі өзімізге жақын қабырғасынан іліп тағы бір ілу аламыз. Мінеки барлығы бізде 6 ілмек болу керек. Мінеки 6. Енді барлығын бір ілмекпен біріктіреміз. Бос ілмекпен бекітеміз. Мінеки жұлдызшамыздың жарты бөлігі дайын. Келесі узор. Мінеки основание дейді. Негізделген жерінен бір ілмек аламыз. Кейін екінші ілмектің артқы қабырғасынан аламыз. Мінеки үшінші, төртінші, бесінші ілмек бізде біреу болған. Сонымен бірге 6 болады. Үшінші узорды тоқимыз қазір міне. Үшінші жұлдызшамыз. 4 ілмек, 5-ші және 6-шы ілмек бізде 6 болған кезде басын біріктіреміз. Мінеки осылайша қатардың соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Соңғы жұлдызшамыз
үшінші ілмегіміз, төртінші, бесінші және алтыншы ілмек. Қатарымызды жартылай бағанмен аяқтаймыз. Соңғы нүктеге қараңыздар, міне. Жартылай ілмелі баған тоқимыз. Мінеки, үшінші қатарымыз аяқталды. Енді төртінші қатарда екі бос ілмек тоқып, тоқуымызды айналдырамыз. Енді қараңыздар, жұлдызшалардың бастары біріккен нүктелерге, мінеки, жұлдызшаның бастары біріккен нүктеге екі жартылай ілмелі баған тоқимыз. Бірінші бағанымыз және сол нүктеге қайтадан екінші жартылай ілмелі баған тоқимыз. Келесі нүктеге бір және екінші жартылай ілмелі бағанымызды тоқимыз. Бір және екінші жартылай ілмелі баған. Мінеки, осылайша жұлдызшаларымыз толыққанды қалыптасты. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мінеки, соңғы жұлдызшамыз бірінші және екінші жартылай ілмелі баған. Және де ең соңғы нүктеге тағы да бір жартылай ілмелі баған тоқылады. Мінеки, осылайша бір раппорт бізде дайын болды. Келесі бесінші қатарды тура бірінші қатар сияқты тоқимыз. Мұнда жай бағандармен, мінеки, мұқият болыңыздар, алдыңғы емес, мінеки, артындағы екі қабырғаны іле отыра қарапайым бағандар тоқып шығамыз. Мінеки, осылайша қатардың соңына дейін тоқимыз. Бесінші қатарымыз аяқталды. Алтыншы қатарда бір бос ілмек және байланысу ілмектерін тоқимыз. Алтыншы қатарымыз алғашқы екінші қатарға ұқсас келеді. Мінеки, соңына дейін тоқып шығыңыздар, байланыс ілмектермен, кешірерсіздер. Мінеки, қатарымыздың соңғы байланыс ілмегі. Келесі жетінші қатар, жұлдызшалар тоқитын қатар. Үш бос ілмектен басталып, артқы, назар аударыңыздар, мынау артқы қабырғасынан екеуін алып алдық. Енді мұнда бізге жақын бергі қабырғасынан ілмектер аламыз. Мұнда асықпаңыздар, мұқият болыңыздар. 5 және 6 ілмек. Басын барлығын біріктіреміз. Мінеки, алғашқы элементіміз жұлдызшамыз. Екінші жұлдызшаны тоқимыз. Үшінші, төртінші, бесінші және 6 ілмекті тоқып, басын біріктіреміз. Тағы біреуін көрсетейін. Үшінші, төртінші,
бесінші ілмегіміз және соңғы 6-шы ілмек. Басын біріктіреміз. Осылай қатар соңына дейін өздіктеріңізбен тоқып шығыңыздар. Соңғы ілмек жартылай ілмелі баған мұнда. 2 бос ілмек тоқып, тоқуды айналдырамыз. Ілмектердің басы біріккен нүктеге тоқимыз. 2 жартылай ілмелі бағаннан тоқып шығамыз. 2 келесі элемент. Осылайша әр нүктелерге 2 жартылай ілмелі бағаннан тоқып шығамыз. Мінекей сүйкімді жұлдызшаларымыз шығып жатыр. Соңғы ілмелі бағанымыз. Келесі 9-шы қатар. Бір бос ілмек тоқып алдық. Енді ең жоғарғы қабырғаларын іле отырып, қарапайым бағандар тоқимыз. Мінекей осылайша қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей мен тоқып бітірдім. Енді жібімізді қиып аламыз. Жіптің етегін. Мінекей осындай узорлар шықты, жұлдызшалар. Енді тоқуымызды кері айналдырып, екінші беткі жағынан тоқимыз. Мен жіптің етегін инемен жасырып алдым алдын ала. Мінекей мұнда жібімді бекітіп, барлық нүктелерге, барлық бағандарға қарапайым ілмектер тоқып шығам. Қарапайым бағандар кешірерсіздер. Осылайша қатардың соңына дейін бірінші қатарымызды тоқимыз. Бір бос ілмек. Енді байланысу ілмектері. Қатардың соңына дейін 2 қабырғаны іле отыра байланысу ілмектерін тоқимыз. Мұнда енді ары қарай негізінде алғашқы 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші қатар сияқты тоқып шығамыз. Барлығы қайталанады. Енді мінекей 3-ші қатарымыз. Жұлдызшаларды қалыптастыру қатары бұл. 4, 5, 6-шы ілмек. Басын біріктіреміз. Екінші жұлдызшаны тоқимыз. 4, 5, 6-шы ілмек. Басын біріктіреміз. Осылайша қатар соңына дейін тоқимыз. Соңғы жартылай ілмелі баған. 2 бос ілмек. Енді мынау жанасқан басы біріккен нүктелерге 2 жартылай ілмелі бағаннан тоқып шығамыз. 2. Соңғы жартылай ілмелі баған. 1 бос ілмек. Енді жоғарғы қабырғаларын іле отырып, ілмексіз қарапайым бағандар тоқимыз. Орысша айтқанда столбики без накида. Тоқып шығамыз қатар соңына дейін. Мінекей бір рапорт бітті. Мен бұл қатарда да 2 рапорт тоқыдым. Өздіктеріңізбен тоқып шығасыздар. Екеуі симметриялы түрде болып шықты. Енді жандарын тоқимыз. Ол үшін
37 ілмектен тұратын шынжыр тоқимыз. Жіптің етегін ұзындау қылып қалдырыңыздар. Отыз жеті ілмек тоқылды. Енді бір бос ілмек тоқимыз. Мынау екінші ілмекке мен осылай аламын. Көрдіңіздер ме? Екі қабырғасын іле отырып қарапайым баған тоқимыз. Мінеки, екіншіні қараңыздар, үстінен емес, астынан алып, екі қабырғасын іле отырып тоқимыз. Мінеки, үсті емес, астынан аламыз. Астынан ілген кезде ілмек біздің үстінде екі қабырғасы көрінеді. Алғашқыда кішкене қиындау болады. Қиын емес, ыңғайсыз болады. Ары қарай үйреніп кетерсіздер. Соңына дейін тоқып шығамыз. Енді қараңыздар, ең алғашқы ілмекке бірінші қабырғасынан бір ілмек тоқимыз. Енді қараңыздар, артқы қабырғасынан екінші ілмек тоқимыз. Және үстінде тұрған қабырғаны, мінеки, осы нүктеден тағы да үшінші ілмекті тоқимыз. Сол кезде тоқуымыз дөңгелене түседі. Енді алғашқыда қалдырған жібімізді, мынау қабырғадан жіпті ала отырып тоқимыз. Алғашқыда қалдырған жібімізді қоса тоқуымыз керек. Астындағы бір қабырғамыз қалған болатын. Осылайша тоқу салдарынан тоқудың ортасында үлкен тесіктер қалмайды. Тығыз тоқу болады. Мінеки, соңғы ілмек. Жібіміздің етегін ұзындау қылып қалдырыңыздар. Қиямыз. Енді ортасындағы негіз болып тоқылған жіпті де қиып тастаймыз. Осылайша екінші жағында тоқып алуыңыз керек болады. Енді тоқылған элементтерді бумен өңдеп алдық. Мынау қосымша қатар болып табылады. Бұны шеттерін түзу болып тұру үшін тегіс, ровный край деп айтады. Сол үшін өлшемі кішірек бізбен тоқимыз оны. Бұл жерде енді нақты санын айта алмаймын. Тоқу барысында өздеріңіз көре жатарсыздар. Бізіңіздің өлшеміне қарай, тығыздығыңызға қарай солай белгіленеді. Осылайша қатты көп тоқып жіберсеңіздер де кішкене былай гүлденіп кетеді шеттері. Егер тым тартып тоқсаңыздар да аузы жиырылып қалады. Сол үшін көзбен көріп, мінеки, осындай тегіс болып шыққанша тоқыдық. Енді элементтерді тігеміз. Мінеки, жаңа жіпті түйіндеп аламын алдымен бекітіп. Солай маған ыңғайлы. Бекітпей дереу тоқи берсеңіздер де болады. Мінеки, алғашқы нүктемен жанындағы нүктенің, қараңыздар, бір ғана қабырғасын аласыздар. Негізгі элементтің екі қабырғасын ілесіздер, жанындағы элементтің бір қабырғасына ғана ілесіздер. Мінеки, мұнда үлкен элементтің екі қабырғасы ілінді, және жанындағы элементтің бір қабырғасы ілінді. Оларды байланысу нүктесімен тоқимыз. Ілмегімен, кешірерсіздер. Мінеки, екі қабырға, бір қабырға. Барлығын байланысу ілмектерімен тоқып шығамыз.
элементтерди байланыстырган кезде міндетті түрде асықпаңыздар. Ақырын, баяу жасасаңыздар өте ұқыпты шығады. Мінекей мынау біз дөңгеленген жерге келдік. Бұрылыс. Мұнда да дәл солай. Әр ілмекті ілмекке байланыстырып отырасыздар. Еш қиындығы жоқ. Мұнда байланыстырған кезде де жіпті қатты тартып отырудың да қажет жоқ, себебі онда да жиырылып қалады. Сондай-ақ бос қып алсаңыздар да, кейін ішіне телефон салынғаннан кейін арасы ашылып, тесіктері үлкен-үлкен болып қалуы да мүмкін. Сол себепті асықпай, нағыз өз балансын ұстап отырып тоқисыздар. Неке ары қарай тездетіп көрсетіп жатырмын сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін. Неке осылай әдемі болып байлансады. Соңына дейін тоқып шығайық өздігімізбен. Неке мен тоқып біттім. Соңғы ілмектер. Міне тағы да бір ілмегім бар екен. Байқасаңыздар, мен өте тығыз тоқитын адамын, сол себептен кейбір жерлерде маған өте қиынға соғып жатыр. Неке мұнда біз бос нені тоқимыз, бос ілмектерді, байланыстыру ілмегін тоқып шығамыз. Неке ортасы. Енді біз ақша салатын бөлікті қалыптастыруымыз керек. Ол үшін осылай кішкене белгілеп аламыз. Енді бұл жерде байланыстырған кезде екі қабырғасында қоса іліп отырамыз. Жанындағындай біреуін емес, екі қабырғасын. Осылай қатар соңына дейін біріктіріп тоқып шығамыз. Соңғы байланыс ілмегіміз. Енді жібімізді қиып-тастаймыз. Бір жағы дайын болды. Мұнда санап алып жатырмын. Санап белгілеп алсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Белгілеп алдық. Енді алдыңғы жақ сияқты бастаймыз. Жіпті түйіндеп алып, екі жақ қабырғасын іле отырып тоқимыз. Жібімізді бекіттік. Енді бірінші жақ сияқты мұнда да байланыстыру ілмектерімен тоқып шығамыз барлығын. Ең бастысы асықпаңыздар. Видеоны кішкене жылдамдаттым, сіздерге ыңғайлы болу үшін. Әйтпесем ұзақ түсірілген. Мінекей белгіге дейін тоқып аламыз.
соңғысы байланысудың. Байланыс ілмегінің соңғы ілмегі. Мінекей. Бұл бөлігі дайын. Енді мынау бөлігін мен мұны да санап алдым. Өзіме ыңғайлы болу үшін ортасын тауып және басын белгілеп қойдым. Мұнда байланыс ілмектерімен белгіге дейін тоқып аламыз. Енді үлкен бөліктің екі қабырғасын және жанының бір қабырғасын ғана іле отыра тоқимыз, ұмытпаңыздар. Егерде жанындағы элементтің екі қабырғасын қоса тоқитын болсақ, онда ол жер өте томпақ болып, сүйкімсіз болып көрініп тұрады. Сол себепті жанындағы элементтің бір ғана қабырғасын алып тоқыдық. Неке бұрылысқа келдік. Белгіге келдік, яғни тура ортасына келдік. Бұрылыстан өтіп, енді соңына дейін әдеттегідей өзгеріссіз асықпай тоқып шығамыз. Соңына дейін тоқып шығамыз. Неке соңғы ілмектер. Жіпімізді қиямыз. Енді жіптің етектерін бір-бірімен түйіндейміз. Мына жерде байқасаңыздар, кішкене менің байланысқан жерім сүйкімсіздеу болып тұр. Сол себепті біздің көмегімен, иненің көмегімен кішкене корректировка жасасаңыздар болады. Неке тура келген сияқты. Енді жіптің етектерін түйіндейміз. Түйіндеп болғаннан кейін иненің көмегімен жіптерді жасырып тастаймыз. Мұнда жіптерді қиып тастағаннан гөрі осылай ілмектердің арасына жасырған беріктеу болады. Себебі ол жер кейін сөгіліп кетіп, ашылып кету деген қаупі болмайтын болады. Сол себепті ешқашан ерінбей, асықпай осылай жіптің етегін инемен жасырсаңыздар, тоқымаңыз үнемі ұқыпты көрінетін болады. Ұқыптылықтан бөлек берік, прочный болады тоқымаңыз. Жыртылып, сөгіліп кететін жағдайлар болмайды. Осылай мен сияқты сіздерде асықпай барлық жіптерді бағандардың ортасына, ілмектердің ортасына жасырып шығыңыздар. Белдігін тоқимыз. Ол үшін жіпті түйіндеп аламыз. Және екі бос ілмек тоқимыз. Бір және екі. Енді бірінші бос ілмекке бір қарапайым баған тоқимыз.
Енді мінекей мұқият осы жерде кішкене қиындау. Мынау қабырғаны іле отырып, тағы біз бір қарапайым баған тоқимыз. Мінекей енді екі қабырғаны іле отырып, тағы бір қарапайым баған тоқимыз. Осылайша айналдыра тоқимыз. Мінекей мынау екі бағанды іле отыра, екі қабырғаны іле отыра, бір қарапайым баған тоқимыз. Осылайша керек ұзындығымызға дейін тоқимыз. Мінекей мен соңғы ілмегімізде осылай байланысу нүктесі сияқты тоқимыз. Шамамен 20 сантиметр жіп қалдырамыз да, жіптің етегін тартамыз. Енді карабинді бауға тігеміз. Ол үшін осылай ішіне кіргізіп аламыз. Жібіміз кішкене қалың болғандықтан, оны екіге бөлдім. Ортасынан. Жіптің етектерін инеге сабақтап, осылай баудың етегін қайыра отырып, инемен бекітеміз. Алдымен бір жағынан бекітеміз. Екінші жағында дәл осылай тігіп аламыз. Соңында екі жіпті бір-бірімен түйіндеп, етегін қиып тастаймыз. Осылай қалдырсаңыздар да болады. Мен енді кішкентай қызға тоқығандықтан аса берік болу үшін осылай тағы да байланысқан жерін жіппен айналдырып шықтым. Мұнда тартып орауларыңыз қажет, босап кетпес үшін. Бұл орауды жасамасаңыздар да болады. Етегін қиып, жіптің етегін инеге сабақтап, ораған орамалардың ортасынан инені шығарамыз. Осылай қатты барынша тартып, жіптің етегін қиямыз. Дайын болған бауды сөмкемізге бекітеміз. Егер карабиніңіз болмаса, бауды карабинсіз де орнатуға болады. Жандағы элементке бауды тікелей тігіп қоясыз. Олайда өте сүйкімді көрінеді. Сөмке кішкентай қыздың телефонына арналғандықтан өлшемі де кішкентай. Мінекей осылайша сөмкеміз дайын болды. Егер видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға тіркеліңіздер. Алда әлі көптеген видеолар күтілуде.